айтамын. Нәрсе үйге келгеннен кейін шығарып алып келгеннен кейін үйге азан шақырып атын қоямыз. Одан кейін ол нәрестені 40 күнге шейін жаңағы ерекше күтімде болады. Далаға шығармаймыз, ешкімді кіргізбей, шырағын жағып қойып, жанында әрқайдан адам отырып, қарап отырады, шошынып қалмасын деп. 40 күн толғанда кішкентайымызға арнап 40-нан шығару рәсімін жасаймыз. Оған ауылдағы көрші апаларымызды шақырамыз. Оны шығару рәсімін өздеріңізге түсіндіріп айтамын. Бесігінің жан-жағына 40 шелпек пісіріп, оның шелпекті жан-жағына қойып, одан кейін 40 қасық суының қайнаған суға ішіне таза күміс саламыз, есінің барлығы таза болсын деп. Білезіктер саламыз. Сол 40 қасық суды құйып шығамыз. Әрқайсымыз бір қасықтан 2 қасықтан құйып тілегімізді айтамыз. Ойма, рахмет. Тілегіңді айтып, тағы кім айтады? Келе ғой. Біледі екесіңдір ғой. Кім айтады? Балалар. Келе ғой. Кел, қайтасың ба? Тілек айт. Кел, су құйын. Тілек айт. Ой, рахмет. Тағы келе ғой. Азамат болсын. Ой. Сен жігіт болсын. Аумин. Міне аламын. Келе ғой. Үлкен жігіт болсын. Сау болсын. Аламын. Келе ғой. Тілегімді айтып. Дайсын шығарып айт. Мынаның ішіне тағы кім келіп айтады? Балалар кішкентай нәрестемізді жаңағы 40-нан шығардық деп есептейміз. Енді біз қолының жаңағы тырнағын аламыз, шашын аламыз. Ол тырнақты аламыз да, үлкен әжелері алады өздері. Оны тырнағын аламыз да, есік алдына адам баспайтын жерге көміп қоямыз. Болмаса, анандай бау-бақшадағы өсіп тұрған алма ағаш па, шия ағаш па, соның түбіне көміп қоямыз ырымда. Бұл үлкен азамат, бұл бәйтерегін жан-жаққа, тамырын жан-жаққа жайған азамат болсын деп. Шашын бір түйіншекке түйіп, сақтап қоямыз. Содан кейін мына суды қайнатып, осыға кішкентай нәрестемізді шомылдырамыз. Үстіндегі жаңағы
ең алғашқы киген жейдесін, көйлегін шешіп аламыз да, оған біз жаңағы тәттіні салып, орап, иттің мойнына байлап жүрген. Бұрынғы заманнан бері болған едік. Қазір не болмаса да, бұрынғы заманда сондай болған. Соны балалар артынан қуалап жүріп, ұстап, жаңағы жеген. Кәкетіп берсек. Осы, әне алып баршамыз. Алып, қазір. Алып басқа, қалған тағдар бармыз.